Құрметті достар, көптен күткен қуаныш, Қазақстан Премьер Лигасының жаңа маусымы басталды. Биыл өзгерістер өте көп. Бірінші кезекте бұл трансляциялар, камералардың саны көбейген. Орталық матчтарды тіпті 9-12 камерамен түсіреді деп жатыр. Әрине біз Англия Премьер Лигасы, Германия Бундеслигасы сияқты чемпионаттардағы ойындардың трансляциясының сапасын көріп, бізде де қашан болады деп жататын едік. Міне соған бір жақындап келе жатқан сияқтымыз. Алдағы уақытта инфрақұрылым мәселесі шешілсе, футбол трансляциялары жақсарса, ғанибет емес пе? Ендеше осындай қызықты маусымнан кім чемпион атанады деген басты сұрақ бар. Соны біз сарапшыларға, комментаторларға қойып көрдік. Олардың жауабын қазір тыңдайсыздар. Алдымен каналға жазыңыздар, қоңырау шаны басыңызды ұмытпаңыздар. Барлық клубтармен араласам, қазір меніңше тобыл. Ертең жағдай ауысса Астана, кейін мүмкін Қайрат. Себебі әр клубтың өзінің проблемалары бар. Біресе бапкер ауысады, біресе жеңілістер болады, біресе көшбасшылар жарақат алады. Сондықтан әр клубтың мүмкіндіктері мол. Әзірге фаворит тобыл, Тобыл, суперкубокты жеңді. Winter Cup'та жақсы ойнады, мықты ойнады деп айтуға болады. Сондықтан тобыл, ертең мүмкін Астана, сонан кейін Ордабасыда. Себебі бүкіл футболшылармен, командалармен араласам, ертең осы роликті көріп қалса, ренжиді. Биыл Астана чемпион болады. Өйткені Астананың легионерлері аз болса да топ. Жақында келген, өткенде ғана Динамо Тбилисиде ойнаған Камара. Соның өзі екінші Жоу Пауло болады деп ойлаймын. Сондықтан да мен ойымша Астана биыл чемпион болады. Құрамы сапалы легионерлер бар. Сол үшін Астана болады. Басқа командаларда легионерлер ертең тұрақсыз маусым ортасында бәрі кетіп қалатын шығар мен ойымша. Биыл Қазақстан чемпионатында Астана чемпион болады. Аргументім Астананың құрамы күшейді. Және басқа командаларда көп ойыншылар жаңадан келді. Астанада уже адаптированный барлығы бар, күшейді. Барлығы Ордабасы Астананы айтып тастаған шығар, мен кішкене ерекшеленейін, осы жерін үзіп тастамай қой. Енді Ордабасы Астананы бәрі айтып қойса, кішкене әр алуандық болу үшін мен Елімай деп айтайын. Елімай чемпион болады, өйткені Андрей Владимирович Карпович былтырғы команда Ақтөбені дағдарыс кезеңінде жүлдеге іліктірді. Екіншіден құрамы өте мықты, жақсы легионерлер, қазір оқу-жаттығу жиындарын өтіп жатыр. Артық салмақ бар командада, кішігірім ойын үлгісін қалыптастыру керек. Соның бәрін алғашқы 1-2-3 аптада, бір айда реттесе, және клубтың әкім жақсы қолдап отыр, клубтың басшылығы жалпы тыңғылықты медиа жағынан болсын, ұйымдастыру жағынан болсын. Мен де өзім өткен жыл барып қайттым Анталияда, ол клубпен 2 күн болдым. Жақсы, сондықтан мен оларды чемпион болады деп ойлаймын, Елімайды. Біраз легионерлер бар, оларда қазір. Біраз легионерлер және топ легионерлер де бар. Франция лигасында ойнаған мықты-мықты, жақсы ойыншылар, селекция жақсы, және ертең Семейде бұйыртса бір айдан кейін олар оралады өз стадиондарына. Спартак стадионы реконструкцияны өтіп жатыр. Ол жақта 15 мың, 12 мың адам, 8 мыңдық қой, бірақ толып келеді деп ойлаймын енді. Бұл алаңда қарсылас командаға ұпай алу қиын болады деп ойлаймын. Сұрақ болады. Биыл КПН-да кім чемпион болды? Аргумент. Қазақстан чемпионы болуға менде 5 кандидат бар. Мысалға Тобыл, Ордабасы, Қайрат, Астана және Ақтөбе. Сол бесеуін біреу чемпион болады. Бесеуінің ішінде менің ойымша Қайрат бас фаворит. Өйткені Жоу Пауло, Эльдер Сантана, грузиялық Хвичаның копиясы бар ғой. Заря деген. Сол бар, өте керемет ойнайды. Және биыл Қайрат мерейтойы жылы, Қайрат Боранбаев мақсат қойып отыр, чемпион боламыз деп. Сол үшін бүкіл усилия, бүкіл мүдде, мақсат бәрін соған жұмылдырамыз деп отыр. Чемпион болады жүр, кім біледі. Биыл мынау бір қызық айтайын, соңғы 2 маусым Қазақстанда мынандай жаңағы бармақ басты, көз қысты, төрешілер анау мен анау келісіп алды деген нәрсе жоқ. Біріншіден қатаң тексеріледі. Екіншіден жаңағы клан-кланға бөлінген чемпионат доғарылған, біліп отырсыздар. Не үшін екендігін, өйткені футболдың ішіндегі және сыртындағы саяси көзқарастар түбегейлі өзгерген. Жаңа Қазақстан пайда болған. Ол да футболға әсер етеді. Менің ойымша, кім көп ұпай жинайды, сол чемпион болады. Әдеттегідей ме? Сіздер біздің сарапшылардың берген пікірін, болжамдарын тыңдадыңыздар. Енді өз ойларыңызды жазыңыздар.
2024 жылы Қазақстан чемпионы кім атанады деген сұраққа жауаптарыңызды және соған сай аргументтеріңізді келтіре кетсеңіздер, маусымның соңында сіздердің жауаптарыңызды міндетті түрде ескеретін боламыз. Қош сау болыңыздар.